Еліміздің күнтізбесі тағы бір мереке әкелер күні енгізілген болатын. Өткен жылдың соңында заңды күшіне енген атаулы күн биыл еліміз бойынша алғаш рет аталып өтілді. Әкелер күні маусым айының 3-ші жексенбісіне белгіленген болатын. Осы орайда сан түрлі қоғамдық шараларға бастамашы болып жүрген Семейдегі Достық үйінде әкелер күніне орай жиын болып өтті. Аталмыш басқосуға қаламыздағы қоғамдық бірлестіктер мен этно-мәдени ұйымдар жетекшілері, еңбек ардагерлері мен ақсақалдар қауымы және бақ өкілдері қатысты. Жиын барысында халықаралық қазақ тілі ұйымының вице-президенті Орал Шәріпбаев атап өткендей, аталған мереке еліміздегі отбасы институтын нығайтуға ықпал етпек. Сонымен қатар дөңгелек үстелге жиналғандар қазіргі қоғамдағы әке беделін арттыру, аталмыш атаулы күннің маңыздылығы жайында да сөз өрбітіп, келелі пікір білдірді. Бүгін Құнанбай Өскенбайұлы тұлға тарих феномен атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылды. Шара қатысушыларына Абай Шәкәрім заманын бейнелейтін театрланған шағын көрініс көрсетіліп, университет музейінің көне жәдігерлер көрмесі қойылды. Конференцияның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек онлайн форматта құттықтау сөз сөйледі. Сонымен қатар академик Харифолла есім жазушы, қоғам қайраткері Бейбіт Сапралы, Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов шараға арнайы қатысып, ұлы тұлға туралы баяндамаларында Құнанбай бейнесін жан-жақты ашып, ғылыми тұжырымдамалар мен ұсыныстарын білдіріп, оның кісілік келбеті мен адами парасатын көрсетті. Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев Алматы қаласы мәслихатының депутаттарымен кездесті. Іс-шараға облыс мәслихатының төрағасы Қуаныш Сүлейменов депутаттар мен бақ өкілдері қатысты. Кездесу барысында өңір басшысы Семей қаласының тарихы мен өзіндік ерекшеліктеріне тоқталып, облыс құрылғаннан бергі жетістіктер туралы айтып берді. Сонымен қатар инфрақұрылым, білім беру және денсаулық сақтауды дамытудың, өңірлік тұрақты экономикалық өсу үшін инвестициялық тартудың маңыздылығын атап өтті. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.